Сәлеметсіздер ма балалар? Мен сіздерге бүгін өзіміздің өлкеміздің тумасы, балалар әдебиетінің жазушысы Жұмабала Балақаранованың ертегілер әлемі атты кітабындағы Түлкі, қойшы, аю атты ертегісін айтып берейін балалар. Ерте заманда бір қойшы қой бағып жүргенде түлкіні бір аю қуып бартқанын көреді. Түлкі қашып барып ескі тамға кіріп кетеді. Артынан қорбаңдаған аю болса, есікке сыймай қалып, не ішке кіре алмай, не сыртқа шыға алмай тұрып қалады. Ал қу түлкі болса, арт жағында кішірек тесіктен шығып кетіп, алдында қысылып тұрған аюға келіп, күлкі мазақ етіп, бөксесіне сарып кетеді. Қойшы болса, бұны көріп қояды. Аю зорға дегенде естен шығып, жан-жағына біреу-міреу көріп қоймады ма деп қарасақ, қойшыны көреді. Қойшыға келіп: "Ай қойшы, сен не көрдің?" дейді. Қойшы айтады: "Түгел көргенін айтып береді. Бір түлкі бір аюды келеке мазақ етіп, бөксесіне сарып кеткенді көрдім" дейді. Қойшыға қатты ашуланып аю: "Сен егерде мынаны болған оқиғаны біреу-міреуге айтатын болсам, мен сені жеймін" дейді. "Ойбай, ешкімге айтпаймын" деп уәде беріп, қойшы кешке тұрым ауылға келгенде болған оқиғаны айтып қояды ауыл аймаққа. Ауыл аймақтың бәрі шулап айтып жүргенді аю естіп, қатты ашуланып ертеңіне қой бағып жүрген қойшыға келіп: "Ай, сен уәде беріп едің ғой, ешкімге айтпаймын деп. Сен түгел айтып қойған екенсің, бүткіл ауыл шулап жүріп, келеке мазақ етіп мені" дейді. "Ойбой" деп қойшыға келіп: "Қойшы, ой, аю кешір мені, мен ақымақ боппын" дейді. Аю қатты ашуланып: "Мен сені жеймін" дейді. Соңғы сөзін айтып, қойшы жалбарынып: "Мен ағайын туған туысқанмен мұрсат бер, қоштасып келейін" дейді. Аю жарайды деп 3 күнге босатады. Қойшы содан жылап отырғанын көрген түлкі: "Не болды саған қойшы, неге сен жылап отырсың" дейді. Түлкіге болған істің бәрін айтып береді. Түлкі ойланып тұрып: "Ай қойшы, мен сені аюдан құтқарсам, сен маған не бересің" дейді. Қойшы айтады: "Сен не сұрасаң, соны берейін, аюдан құтқарсаң болды" дейді. "Онда сен маған бір бүйрегіңді бересің" дейді. Жарайды деп келіседі. "Ертеңіне сен ауылдан үлкен қап алып кел, содан аю келгенде мен аны алыстан шаңдатып жүрейін. Сол кезде аю сенен сұрайды: "Анау не шаң?" дегенде сен айт: "Ол қанның баласы, аюдың өтін іздеп жүр" деген деп айт. Сол кезде аю қатты қорыққаннан сенен жалбарынып құтқар деп өтінеді. Сол кезде үлкен қапқа салдағы аузын қатты буып, шоқпармен соғып ал дейді. Уәде бойынша ертеңіне аю келеді. Аю келгенде алыстан шаңдатып жүрген: "Ойбой, мынау не шаң?" дейді қойшыға. Қойшы айтады: "Ол қанның баласы, аюдың өтін іздеп, аю іздеп жүрген қанның баласы" дейді. "Ойбой, қойшы, құтқара көр мені" деп жалбарынады қорыққаннан аю. Үлкен қапқа кіргізіп, қойшы аузын мықтап буып, шоқпармен соғып алады аюды. Уәде бойынша түлкі келеді қойшыға: "Уәдең бойынша сен маған бір бүйрегімді берем деп едің ғой" дейді. "Жарайды" деп белбеуін шешіп атқанда, қойшының іші шұрылдап кетеді. "Ай, шұрылдап атқан ішіңде не?" деп сұрайды түлкі. "Ол анау күні тазының күшігін жұтып қойып ем, сол тазының күшігі үлкейіп енді шыққалы жатыр" дейді, қыңсылдап ішімде дейді. "Ойбой, андағы тазыны шығармай тұра тұр, мен қашып кетейін" дейді. Зып беріп қаша жөнеледі түлкі. Ал енді жаңағы қойшы болса, аюдан да түлкіден де айласымен асырып құтылған екен балалар. Ал балалар, бұл ертегіде қойшы өз тәжірибесі бойынша аюдан да түлкіден де айласымен құтылған екен, өз мұратына жеткен екен қойшы. Ал енді балалар, осымен ертегім аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңдар балалар.